Айналайындар, мынау туған күн кезінде, үйленген кезінде торттың жанында толтырып свечи қойып қоясыздар да, оны әдемілеп өздеріңіз өшіресіздер. Ол қайдан шыққан салт? Біздің қазақ отты кие тұтқан. Шаңырағың сөнбесін, отың сөнбесін деп бата берген бабаларымыз. Мынау жастар үйленген кезде мынау шаңырақты отпен тазалаған. Бой жеткен күйеуге тиер кезде түтін иіс кеткен. Сондай ырымдар бар біздің қазақтарда. Даже мынау фильмді қарасаңыздар, Қыз жібек пен Төлегеннің фильмі. Бекежан Төлегенді өлтірген кезде Қыз жібек жаңағы шаңырақтағы отты сөндірген кезде жабысқанын естеріңізде бар ма? Сөндірме, жоқ деп айқайлаған кезде. А бізде өздеріңіз келесіздер де жаңағы свечаларды өздеріңіз сөндіресіздер. Біздің қазақ бабамызда, қазақ атамызда вообще майшам болған бұрын. Мынандай свет болған жоқ, лампа болған жоқ. Даже сол майшамды битіп қолмен өшірген олар. Еш уақытта сөндірмеген, үрлемеген. Себебі от ол киелі. Білмеймін, мүмкін менікі дұрыс емес шығар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өздеріңіздің ойларыңызды төмен